Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мынау қазір көрмеде жүрмін. Кореяның бір өндірістік мекемесінің несіне келдім, көрмесіне. Бұларда мынандай бір қызық нәрсе көзім түсті. Мынау феромондық тұтқыштар деп айтады қазақшадан. Бізде де көп болуы мүмкін, бірақ мыналар айтады, енді бізге өте мықты дейді. Кореядағы осындай феромондық тұтқыштардың 95% осы компанияның екен. Осылар осы компанияны пайдалана деген. Бұлардың айырмашылығы бәріңізге мүмкін біріңіз білесіз, білмейсіздер, феромон тұтқыштар деп мұны еркектерін жинайды. Яғни бұларда ұрғашылар бір иіс бөледі. Оған енді шағылысу үшін бір-бірімен ұрғашысы бөледі. Еркек соны іздесе сол иіспен барып табады. Ал мынау сондай иісті бөледі ғой. Еркектердің дезориентация деп айтады ғой. Еркектер ұрғашыларын таба алмай қалады да осының ішіне жабысып қала береді ғой. Сөйтіп санын азайды. Бұл қай кезде ыңғайлы? Бұл экологиялық таза өнімдер өндірген кезде ыңғайлы. Одан бөлек осы жаңа зиянкестердің, ал бізде әсіресе алма жемірі, алманың құрты, соны азайту үшін, санын азайту үшін, зиян тигізетін зиянның несін азайту үшін осындайды қолданады. Бізде бірақ көп қолданып жатқандар көрмедім өндірістік бақтарда. Бірақ мынау есіктің алдында, кішігірім бақтарда және экологиялық таза өнім алғысы келгендерге жақсы нәрсе екен. Бұл феромонды аты мынандай ақпарат болсын деген.